Ажигелдиевтің книгасына yazылған сочинениеммен сізді таныстырайым. Әдемді ойландыратаған ятлаулар. Гамзат Ажигелдиев. Ноғайымның ең өнерлі, өмірі қысқа болған инсанларының бірісі. Оның атының янында тізіледілер Кадрия Темирбулатова, Сиражин Батыров, Кошмамет Зарманбетов, Зухра Шандиева, Расул Сейітов. Біздің шайырлер, жыраулар. Мен олардың ақында тез-тез ойланамын, қайғырамын. Неге оларға yazылған язу сондайда қысқа болған екен деп. Бүгінлерде біз Гамзат Ажигелдиевтің «Дүнияман сөйлемеге сүйемін» деген кітабіне сүйініп тұрамыз. Тіріде көрмеген, сыйын өлгенің соң тапты деген мұңлы сөздерді ясы иконлерден естемін. Кітаптың бетлерін ақтарып, Гамзаттың ятлауларына көмілемін. Бұлытлар деген ятлауман басланады. Елге яңы яшау келгенімен сүйінеді. Қылыш алды, ұланларың, қызларың, улы оқлар қойылды деген бір екі сыдыраларман қауға yüzін көрсеткен. Гамзат Ажигелдиев көп ятлауларын сосыз соғыс темасына бағыслаған. Ол етім қалған балалар үшін, яслардың оралған сүйімі үшін, ата-аналар балаларына тоймай, қауға майданында ян берген үшін жүрегі сызлап, саулы дүния әдемлерін сосы қаңыл төгіске қарсы тұрмаға шақырады. Сонымен бірге Гамзат Ажигелдиевтің философиялық ятлаулары аңлап оқыған әдемлерді ойландырадылар. Әдемнің теріслеклері үшін ұялдырадылар. Екі соқыр деген ятлауы тыңлап қарайық. Бірі айтты: «Соқыр, арман жүрші» деп. «Ол болмаса аяғымды бастың» деп. Бірі айтты: «Тек сен өзің көрші» деп. «Өзің соқыр, неге естің састың» деп. Сосы ятлауды оқығанда менің есіме автобустық болған көрініс келіп кетті. Бір ер үшін екі қатын бір-бірісімен саулай халық алдында ерші болып ұрысқанлары. Олар екеуі де олтырмай қалмадылар. Ама сау ел бойы екеуі де ауылға еткішей түйіріліп, ызаланып бардылар. Янда олтырғанлары да бек яман болды. Мен естім, екі әдем сөйледі. Мен естім, естпеген хабарды, дейді автор. Ол ұялған, сол есткен ұрыстың О құлағын, тамырлары кесілген терекілердей қаты ерге йықтыңыз. Бұл затлар бірде таймай есімнен, бір шайқамай неге мені йықтыңыз. Тек бір ятлаудан көрмеге болады Гамзат шайырдың жүрегі ерші затларды сүймеген, теріслеклерді шыдамаған. «Соқыр болмаңыз әдемлер» деп шақырады ол бәрімізде бұл ятлауыман Гамзат Ажигелдиев. Гамзат Ажигелдиев поэзия. Бұл екі зат бір теректің тамырындай. Оларды айырып болмайсың. Ол яс болған, ама ятлауларын оқысаң, 180 ясқа дейін яшап, яшаудан көп затлар көрген ақ сақал аға yazған деп ойлаяқсың. Өлмей тұрып деген ятлауында бек ертерек беріп маға қартлықты деп yazады. Ятлауларын қайтып терлеп тершіп, елға яғаға барып, ясла яқтым яшауымда ятлауға деп айтады. Елғалардың яғысына барып мен, неше кере ятлауымды өпкенмен, әр сөзімді ізлеп жүріп, арып, мен терлерімді тегін судай төккенмен. Ятлау язу тыныштуыл. Гамзаттың әрбір ятлауы оның яшауының әрбір өкінішлі кеткен шақларын көрсетеді. Мен сол сыдыраларды қайғыдым, мұңшылықтың түслерін көремін. Көп ятлаулары оның сондай. Сөйтіп өзінің сүйген халқы ішінде ол жүрек сырларын аямай төгіп жүрген. Міне сосы затлар ақында біз туған тіл дәрісте оқытушымыз Сәлмет Ахмат қызыман біз көп айттық. Поэттің ақында ескерулерді тыңладық. Біздің көз алдымызға Гамзат Ажигелдиевтан тірідей көрініп қалды. Бөтенді менің жүрегім оның өгей ана деген ятлауы қозғады. Ол сөзінің бала шақтай қайтып қиналып жүрегінен yazады. Оны әдем көз яссыз оқып болмайды.
Ол институтты құтарып келіп, Ноғай шөлінде туған ерінде нәсібін тауып, ызғы тақиқасына дейін халқы үшін яшамаға сүйген еді. Ама өкінішке тіріде нәсібін таба алмады. Алғаса да өз қолымен еркетпеге. Ама туған ері оның ятлауларын бұл күнлерде өрметлейді. Ескереді, ятлауларын яттан үйренеді. Оның өнеріне бес иеді. Гамзат өлемін, ол өз поэзиясында яшайды.